Так, А нүктесінің координатасын табу үшін жалпы О нүктесінен Аға бару үшін біз 8 ай жүреміз, яғни 8 бірлік. G бойынша, Y бойынша қозғалмаймыз, Z бойынша қозғалмаймыз. Енді С нүктесінің координатасын табу жеңіл, яғни бұл жерде С-ға бару үшін I бойынша, X бойынша жүрмейміз, Z бойынша 8 бірлікке жүреміз, өйткені мына қабырға бізде 8-ге тең. С-ға дейін сонда 8-ге жүреміз, К бойынша жоғары көтерілмейміз, 0 болады. Енді М нүктесінің координатасын табу үшін бізде бірінші X нүктесінің координатасын табу керек. Не үшін? Өйткені OX-тің ортасы М. Демек, X-тің координатасын тапсақ, оны 2-ге бөлетін болсақ, М нүктесінің координатасы бізде шығады. X-тің координатасы, яғни X-ке бару үшін бірінші мына жер центр бар. Демек, мына жер бізде былайынан 4 деген сөз, былайынан 4 деген сөз. Мен X-ке бару үшін бірінші I-мен 4 рет жүрем, G-мен 4 рет жүрем, осын жоғарға 10-ға көтерілем X-ке бару үшін. Сонда X-тің координатасы 4. Сонда M-нің координатасы 2, 5 болады. Өйткені OX-тің ортасы M. Демек, 0-ге 4 тоғысақ 2-ге бөлеміз, 0-ге 4 тоғысып 2-ге бөлеміз, 10-ға 0 қосып 5-ге бөлеміз, яғни 2 нүктенің ортасын табу үшін. Енді AM векторының координатасы, яғни бірлік вектор түрінде жазатын болсақ, M-нен 8 алсақ, минус 6I болады, 2-ден 0 алсақ, 2G болады, сосын қосылған 5K болады. Келесі, А-сыныкі 0-ден 8 алсақ, минус 8I, плюс 8G, 0K. Жауабы осы. Жауап. Скалар көбейтіндінің қолдана отырып, МАС бұрышын табыңдар еді. Так, бізде сонда МАС бұрышын табу үшін, демек, скалар көбейтіндісі. Сонда косинус бұрыш МАС тең болады. Бұл жерде АМ векторы және АС векторы. АМ векторы көбейтілген АС векторы. Бөлінген АМ векторының модулі көбейтілген АС векторының модулі. Минус 6-ны минус 8-ге көбейтсек, минус 6 көбейту минус 8 қосылған, 2 көбейту 8 қосылған 5 көбейту 0. Түбір асты 6-ның квадраты 36 қосылған 2-ның квадраты 4 қосылған 25 көбейтілген 8 квадраты 64 қосылған 8 квадраты 64 тең болады